Сәлем достар, Алтын Алма каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін осындай тәтті, жұмсақ әрі ауызда еритін медовик тортын жасайтын боламыз. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Медовик тортының қамырын жасауға кірісейік. Ең алдымен отқа қоюға болатын ыдыстың ішіне 2 жұмыртқаны жарамыз. Жұмыртқаның үстіне кішкене тұз салып, оның үстіне 220 грамм қант қосамыз. Енді осы жұмыртқалы массамызды осындай күйге дейін араластырамыз. Жұмыртқалардың үстіне жұмсарған сары майды және 2 ас қасық балды салып, кішкене отқа мұқият араластырып тұрып қоямыз. Біздің массамызды қайнатпай оттан түсіреміз және оның үстіне соданы қосамыз. Соданы қосқаннан кейін массамыз ағарып, көлемі ұлғаю керек. Ыстық массамыздың үстіне еліктен өткізілген 400 грамм ұнды бөліп саламыз. Алдымен қамырымызды лопаткамен немесе шанышқымен араластырып, одан кейін қамырымызды қолға алып илейміз. Қамырымызды бөліктерге бөліп, әр бөліктен домалатып қамыр жасап, оны 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. 1 сағаттан кейін қамырмен жұмыс жасау оңай болады және ол қамырды жайып, оны шанышқымен шаншып, пешке салып пісіреміз. Бізде осындай 10 корж дайын болды. Біз өзіміздің тортымызға қайнатпалы, яғни заварной кремді қолдандық. Крем мен корждарды кезектестіріп, өзіміздің тортымызды жинаймыз. Осындай торт дайын болды. Енді біз оның үстіне біздің қамырымыздан қалған қиындыларды алып себеміз. Енді осы тортымызды 1-2 сағатқа тоңазытқышқа саламыз. Біздің балды тортымыз, яғни медовик торты дайын. Ол осындай жұмсақ, ауызда еритін, әрі өте тәтті болып шықты. Бұл тортты жасауларыңызға кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет.